Қазір эксперттердің көбісі адасып, қателесіп жатыр. Инфобизнес осымен бітті, барлық менторлар өздерінің нишаларынан кетіп қалған, маркетингтан кетіп қалған деп білесіздер ме? Сіздер үлкен қателікті жасап жүрсіздер. Қаншалықты кәсіп дамып жатыр, соншалықты эксперт те, менторың да, таргетологың да, SMM, мобилографың бәрі де қажет болады. Бәріне жүйе керек, бәріне контент керек, бәріне стратегия керек. Ол ешқашанда жоғалмайды. Бірақ сіздердің көріп жүрген менторларыңыз немесе басқа да эксперттеріңіз басқа нишаға экологично ауысуы мүмкін, бірақ бұл мына нишаны енді жасамайды деген нәрсені білдірмейді. Мысалға айтайын, мені көріп жүрген эксперттер, менің 7 жыл қатарынан маркетингпен айналысқанымды біледі, шәкірт тәрбиелегенімді біледі, бірақ менің соңғы 2 жылда рухани жетекшіге айналғанымды да біледі. Не себептен? Себебі мен ол деңгейден өстім. Мен қазір түсіндім. Адамның кәсібінің жүруі, адамның менталды сау болуы, адамның отбасының қарым-қатынасының дұрыс болуы, адамдардың балдарының сау болуы, адамдардың ата-анасымен, бауырымен қарым-қатынасы, оның барлығы түптеп келгенде сенің рухани байлығыңа, жаныңның ішіндегі мына азығына, саулығына тірелетінін. Соған сәйкесінше менің санам өскен сайын, менің білімім өскен сайын, әрине менің де деңгейім өсіп отырады. Бірақ осы руханилықтың мына шыңы қайдан келді маған? Түгелдей мына маркетинг білімнен келді. Сол жолды өткесін ғана келді. Ал әрі қарай да ойлаңыздаршы, мен білім беретін болсам, қазір менің менторлығыма келетін адам болса, ол қандай джекпотты ұтып алатын еді. Ол рухани байып шығады. Ол өзінің бүткіл жаңағы менталды қарыздарымен, ақшалай қарыздарымен, сосын барып инструменттармен жұмыс жасап жетістікке жететін. Мінекей, біз ойлаған кезде де қалай тайыз ойлаймыз, және барлығын біз санмен көреміз. Нәтиженің барлығын санмен есептейміз. Ал нәтиже бұл санмен емес, бұл адамның білімімен, санасымен есептелінетінін ұмытып кетіп жатамыз.